Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз орнымыздан тұрып, шарттық шеңберін құра берейік. Сабаққа дайындығымызды көрсете қояйық. 1, 2, 3. Балалар, өткен сабағымызға шолу жасап жіберуге, қазір мен сіздерге телефоннан дыбыстарды тыңдатамын. Сендер сол дыбыстардан ненің дыбысы екенін табулары керек. Түсіндік қой, иә? Иә. Ал тыныш. Ненің дыбысы бала? Сосын? Сосын? Судың дыбысы. Жақсы. Ары қарай келесі. Отпен судың. Жоқ, ненің дауысы? Жаңбырдың. Иә, дұрыс айтасың. Ол ненің дауысы? Жаңбырдың дыбысы екен. Жақсы. Келесі. Құстың дауысы. Құстың дауысы. Айтасыңдар балалар. Бұл ненің дұрыс айтады. Құстың сайдаған дыбысы екен. Ары қарай. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді біздер өткен сабағымызда осыларды бөліп қоя. Бұлар қандай дыбыстар? Қандай дыбыстар? Табиғи дыбыстар. Ал енді балалар, біздер экранға қарай қояйық. Экранға қарай қоямыз. Не байқап тұрмыз? Және мына қыз балалар неліктен есікке қарай ұмтылды? Кім айтады? Айта ғой, Алина. Себебі біреу оған звондап тұр. Мынау шығып тұр. Тағы? Оған папасы қоңырау шақты. Иә, өйткені оған дыбыс келді, иә, есікке дыбыс келді, сондықтан да ол есікке қарай естеді, жақындады. Ал енді бұл дыбыс, балалар, табиғи дыбыс болып саналады ма? Жоқ. Саналмайды. Ал енді көздеріңді жұмыңдар сендер. Барлығымыз жұмамыз. Қазір мен айтамын, иә? Аш деген кезде ғана ашасыңдар. Жым, көзіңді жым, Арсен. Ал енді мен қазір бір дыбыс шығарамын. Сендер соның не дыбыс екенін айтуларың керек. Жым көздеріңді. Ал көзіңді ашамыз. Ал енді балалар енді қараймыз. Қағазды кім жыртты? Апай. Апай жыртты, иә? Адамның әсерінен жыртылды, иә? Адамның әсерінен жыртылды. Енді қараймыз балалар. Бұл адамның іс-әрекетінен алынған дыбыстар жасанды дыбыстар деп аталады дейді. Біздер алдыңғы сабақта табиғи дыбыстар туралы ұттық қой, солай ма? Ал енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды дыбыс көздері деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың балалар мақсаты дыбыстың табиғи және жасанды екендігін ажырату болып табылады. Ал енді біздер алдыңғы сабағымызда өттік, дыбыстар табиғи дыбыс болатын. Мына жерде қандай дыбыстарды көріп тұрмыз? Айтыңдаршы. Ненің дыбыстары? Қандай дыбыс көздері? Ненің? Мысықты. Сосын? Судың сарқырама, одан ағып жатқан сарқырама. Сосын? Желдің дыбысы. Сосын? Құстың дыбысы. Бұлар қандай дыбыстар? Табиғи дыбыстар. Ал енді біздер бүгінгі өтіп отырған дыбыстар, бұлар жасанды дыбыстар. Яғни сендерге бана айтқандай, адамның іс-әрекетінен болатын дыбыстар жасанды дыбыстар деп аталады. Оған міне машинаның дыбысы, телефонның шырылдағаны және әртүрлі аспаптардың дыбыстары, сонымен қатар мына қоңыраудың дыбысы
бұлардың барлығы жасанды дыбыс болып саналады. Өйткені оны адамдар қолдан жасаған, өздерінің қажеттіліктері үшін жасаған қолдан. Біздер күнделікті өмірде бұл жасанды дыбыстарды қолданамыз. Ал енді балалар, алдарыңызда сіздер әрбір 3 топқа бөлініп тұрмыз ғой, алдарыңызда заттар бар сіздер. Мына бірінші топтың тапсырмасы сіздерде алдарыңызда тұрған мыналардың барлығы жасанды заттар, дыбыс көздері солай ма? Жасанды дыбыс көздері қандай, пайдасы қандай және оны қалай қолданамыз. Соны ақылдасып отырыңыздар, қазір соны сұраймын сіздерден. Ал екінші топ балалар, сіздер мына алдарыңызда тұрған заттарды көмегі арқылы немен байланыстырасыңдар және қандай дыбыс шығарасыңдар. Мына жерде тұрған заттардан дыбыс шығарулары керек, ал ақылдасамыз. Ал үшінші топ балалар, сіздер мына табиғи дыбыс көздері мен жасанды дыбыс көздері екеуін балалар дұрыс орналастырулары керек. Ол сіздерге көмектеседі балалар. Ал бірге орындай. Ал балалар болса, бірінші топтың тапсырмасын сұрайық. Бізде алдымызда қандай жасанды дыбыс көздері тұр? Айта қоясың. Бұл не? Бұл машина. Бұл машина. Ол қатты жүреді. Ол набіректермен жүреді. Ненің көмегімен? Ол мотордың Ненің көмегімен әжет? пультпен жүреді. Не үшін қолданамыз бұны? Ойнау үшін. Ойнау үшін ішінде болдар, Жақсы. Дыбыс шығарып қойшы, дыбысын шығарып. Қандай дыбыс шығарады? Жақсы. Келесі бізде тұрған мынау не нәрсе? Мынау не нәрсе? Данияр айтамын. Тұрып айтамыз. Бұл не? Бұл деген микрофон. Жақсы, отырамыз. Тағы ислам тағының нәрсе бар. Біздер үшінші телефон еді ғой, бұл телефонмен не істейміз? Жауап береміз. Бұл телефонмен қолдануға Қалай қолданамыз? оқуға болады біреуге. Тағы не істеуге болады? Камила айтады. Телефонмен не істейміз тағы? Істесеміз, тұрып жауап берейік. Данияр, тағы хабарласамыз, сосын нәрсен хат жазамыз. Тағы телефонның қандай пайдасы бар? Ойын ойнайды. Ал енді мына бірінші топты біздер от шашу арқылы бағалай қояйықшы. Бағалаймыз. Ал енді біздер екінші топ. Екінші топқа бізге не берілді? Не берілді екінші топта? Заттардан не шығару? Жасанды дыбыс шығару. Ал не шығарып жатсың? Ал енді менің дауысын шығарып жатсың. Нені пайдаландың? Балта мен шеге ағаш. Не істеп жатсың? Ұру арқылы қандай дыбыс шықты? Қандай дыбыс шықты? Жасанды дыбыс шықты. Жақсы. Тағы, ал енді мына тұрған заттардан қандай дыбыс шығаруға болады? Білеші? Менің көмек арқылы, жақсы. Менің көмек арқылы? Қасық пен кесенің көмегі арқылы. Жасанды дыбыс шықты. Тағы, енді мына жерде бізде сіріңкенің несі тұр? Қорабы және нені отырған? Күш. Ал дыбыс шығарып көрейсіз. Қандай дыбыс шықты? Шықырған дыбыс шықты. Ал енді сендер бұл тапсырмада заттардың көмегі арқылы жасанды дыбыс шығардыңдар. Ал мына топты баспарма арқылы бағалай қояйық. Ал енді бізде келесі ең соңғы топ, үшінші топ. Сіздерге берген тапсырма қандай, Әсия? Ал табиғи дыбыс көздері не жатады екен? Дүнгені тақпен айтамын. Не
жатады. Енді бұл жел, сосын айтыңдаршы мыслам не бар тағы? Иә? Тостың дыбысы, сосын айтамын. Желдің дыбысы, сосын тағы. Қандай дыбыс көздер бар? Бұл не? Ма? Бұлар қандай дыбыс көздері? Табиғи дыбыс көз. Ал енді жасанды дыбыс көзіне не жатады? Ал қарап айтайық. Қыздарда не бар жасанды дыбыс көзінде? Телефон, сосын тағы музыка, сосын айта ғой. Мирас не бар жасанды дыбыс көзінде? Айта ғой. Скрипка ғой. Скрипка, иә? Музыкалық аспап. Сосын не бар айтыңдар? Айта ғой. Мына жерде бір жерде қателеспейсіңдерсіңдер, иә? Адам қандай дыбыс шығарады? Табиғи дыбыс шығарады, иә? Мына адамды мына жаққа қоюлары керек. Дыбыс шығаратын не? Колон. Колонкадан білесіңдер ме не екенін? Бұл балға. Ал енді балалар, мына үшінші топты біздер бағалай қояйық, қол шапалақпен бағалай қояйық. Жақсы. Балалар, бұл топ табиғи дыбыс көздеріне жасанды дыбыс көздері орналастырылды. Енді балалар сіздерге жұптық жұмыс, сіздердің қолдарыңызда, алдарыңызда қазір гүлдің суреті бар, иә? Бар ма? Екі адам бірге орындайды. Жұптық жұмыс бұл балалар. Және сендердің қолдарына фонарик керек болады. Ал фонарикті жағып, мына жерде гүл бар ғой, гүлдің тақ ортасында бір зат бар. Сол затты мына фонариктің көмегі арқылы астынан жағып көруіміз керек. Түсінікті ме? Не зат екенін табамыз, және оның жасанды және табиғи екенін ажыратуымыз керек. Түсінікті ғой, иә? Астынан жағып түсіресіңдер балалар. Астынан түсіреміз, жағып, астынан түсіреміз. Тұратыр бала. Астынан түсіреміз. Астынан түсірміз. Сүртқа не екені? Көрдің бе? Камила айтады. Нені көріп қойсыздар, Данияр? Не бұл? Теледидар. Ал қандай дыбыс көзіне жатады? Қандай дыбыс көзіне жатады? Табиғи ма, жасанды ма? Иә? Жасанды. Ислам айта ғой. Не екен сендердің денеңдер? Ескі камера. Иә, бұл не? Жоқ, бұл колонка, иә? Колонка. Бұл қандай дыбыс көзіне жатады? Жасқырар. Жасанды. Жасанды дыбыс көзі. Жақсы. Келесі, Камила. Бұл не сендердің тапқандарың? Не бұл? Адам жаңбырда. Сен көріп алдың ба бұны? Иә, бұл не? Жаңбыр. Қандай дыбыс көзіне жатады жаңбыр? Жаңбырда адам. Жаңбыр қандай дыбыс көзіне жатады? Табиғи. Ал, Аяна.
бастады? Жасанды. Жақсы. Келесі, сізде не бұл? Мүмкін емес бұл. Сізде магнитофон. Ол не істейді магнитофонмен? Не айтады? Музыка жібереді. Ол қандай көзіне жады магнитофон? Қандай көзіне жады? Көмектесіңдерші. Табиғи ма, жасанды ма магнитофон? Жасанды. Әсия айтады. Ол Еңгия, қандай көзіне жады? Табиғи дыбыс көзді қойды. Мирас, сіздер айтады. Сіздер де қандай сөйледі? Құстың сөйледі, е? Құс қандай дыбысқа жатады? Қандай? Жасанды ма, табиғи дыбыс па? Табиғи дыбыс көзіне жатады. Ал Нұрислам, екі Нұрислам айтады. Сіздерде не бар? Не көріп мына суреттен? Ненің суреті? Көріп пе? Жоқ, бұл күшіктің суреті дұрыс айтады. Бұл қандай дыбыс көзіне жатады? Табиғи ма, жасанды ма? Табиғи дыбыс көзіне жатады екен. Жаңа сіздер балалар, мына фонарикті гүлдің ортасына түсіру арқылы не зат екенін таптыңдар және оның табиғи және жасанды екенін ажыраттыңдар. Ал балалар, біздер қазір сабағымызға кері байланыс жасайық. Қолдарымызда біздің алдымызда оттың суреті тұр, иә? Сол отты білім алауына жағуымыз керек. Ол үшін қолымызға клейімізді алып, балалар, білім алауын жағайық. Дұрыста клейлеуінде балалар, клейлейміз. Ал болса, келіп жабыстыруларымызға болады.